Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 3-ші сынып математика сабағынан 57-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу. Бірінші тапсырма: үшбұрыштың ауданын палетканың көмегімен анықта. Жарты шаршының тікбұрышты үшбұрыштың аудан қалай есептелгеніне қара. Шаршы 1-2 үшбұрышқа бөлінген. Демек, әрқайсының ауданы шаршының ауданының жартысына тең. Өрнектердің орындалуын түсіндір. Бұл жерде 16 см квадрат толық шаршының ауданы. Бұл деген 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4-ті 4-ке көбейтеміз, 16 см квадрат. Енді жартылай үшбұрыштың ауданын табу үшін осы шыққан санды 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлінген үшін сол кезде 8 см квадрат шығады. Біздің мына жердің ауданы 8 см квадрат. Формулаға қараймыз, ережені жаттаймыз. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы тікбұрыш жасап тұрған екі қабырғасының көбейтіндісін 2-ге бөлгенге тең. Біз солай жасадық, Келесі Б тапсырмасы: тік төртбұрыш пен тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап. Бірінші, толық шаршының ауданын тік төртбұрыштың ауданын табу үшін еннің ұзындығына көбейтеміз. 30 метр квадрат. Енді осының жартылай ауданын табу үшін толық шаршының ауданын 2-ге бөлеміз. Сол кезде 15 метр квадрат. Жартының үшбұрыштың ауданы. Екінші, тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін 6 метр мен 4 метрді көбейтеміз. 24 метр квадрат. Толық тіктөртбұрыштың ауданы. Енді жартылай табу үшін, жартысын табу үшін толық ауданды 2-ге бөлеміз. 24-ті 2-ге бөлеміз. 12 метр квадрат. Бұл жартылай үшбұрыштың ауданы. Үшінші, тіктөртбұрыштың толық ауданын табамыз. 8 пен 5-ті көбейтеміз, 40, және осы толық ауданды 2-ге бөлеміз. Сол кезде мына біздің жарты үшбұрышымыздың ауданы шығады, яғни 20 метр квадрат. Мына жер. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Келесі, тіктөртбұрыштардан қиып алынған тікбұрышты үшбұрыштардың ауданын тап. Бұл жерде де сондай. Бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Одан шыққан мәнді 2-ге көбейтеміз. Сол кезде біздің жартылай үшбұрышымыздың ауданы шығады. Екінші, тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Одан шыққан санды 2-ге бөлеміз. Тағы да біздің үшбұрышымыздың ауданы шығады, жартылай. Үшінші, тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32. Одан шыққан санды 2-ге бөлеміз. Тағы да біздің үшбұрышымыздың ауданы шығады, 16 см квадрат. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Келесі, бұл саяжай жері. Қоршаудың барлық ұзындығын және әр саяжай жерінің ауданын тап. Бірінші және екінші саяжайдың аудандары. Бірінші, периметрінің ұзындығын табу үшін барлық осы саяжайдың ұзындығын, жалпы сыртқы ұзындығын табу үшін 10 метрді қосамыз 6 метрге, 3 метрді қосамыз және 6 метрді қосамыз. Енді мына 9 метр дегеніміз мына жанның ұзындығы. Мына 3 пен 6-ны қосамыз. Сол кезде 9 метр. Мына жеріміз 9 метр шықты. 4 метр дегеніміз мына жер. Мына жалпы ұзындығын, енінің ұзындығы 10 метр, мына жағы 6 метр. Яғни мына бұрышы 4 метр болады деген сөз. Жалпы ұзындығы 38 метрге тең. Енді ауданын табу үшін 10 метрді көбейтеміз 6-ға. Мына жер мен мына жердікі табылады. Оны қосамыз 3 метр мен 6 метрдің көбейтіндісіне. Сол кезде 60 қосу 18. Жалпы ауданы 78 метр квадратқа тең болды. Енді екінші саяжайдың периметрін табу үшін 10 метрді қосамыз, 5 метр қосамыз, 6 метр қосамыз, 5 метр қосамыз. Енді мынау 6 метр, мына бұрышының 6 метрі қосу 5 метр.
мына екі жердікі. Мына жер 5 болса, мына жанның ені 10 метр болса, яғни мына бұрыш пен мына бұрыш 5 метр болады екен. Және мына 5 метр мына жанның ұзындығы. Сол кезде барлығы жалпы саяжайдың ұзындығы 42 метр квадратқа тең. Аудан табу үшін 10-ды 5-ке көбейтеміз және 6-ны 5-ке көбейтеміз. Екеуінің көбейтіндісін қосамыз бір-біріне. 50-ді 30-ға қосамыз, сол кезде 80 метр квадрат. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Енді екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, біздің екінші саяжайымыздың ұзындығы және ауданы бірінші саяжайға қарағанда үлкен екен. Фигуралардың қай бөлігі боялған бөлшек түрінде жаз. Симметриялы фигураларды ата. Енді бірінші фигурамыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ден 3 бөлігі боялған. Бұл тапсырмамыз алдыңғы сабақтарда өткенбіз, сол үшін түсінікті деп ойлаймын. Екінші фигура 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ден 6 бөлігі боялған. Үшінші фигура 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ден 5 бөлігі боялған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-дан 4 бөлігі боялған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ден 4 бөлігі боялған. Осылай дәптерімізге жазамыз. Енді бізге симметриялы фигураны табу керек. Симметрия. Симметрия фигураларды тең жартысынан бөлу. Бірінші фигурамызды осылай бөлуге болады. Екінші фигурамызды осылай бөлуге болады. Үшінші фигурамызды осылай бөлуге болады. Төртінші фигурамызды осылай бөлуге болады. Бесінші фигурамызды қақ ортасынан бөлуімізге болады екен. Осылай бөлуімізге болады екен. Дәптерімізге жазамыз. Мұқият сызып аламыз. Келесі тапсырма өте оңай, қосу және азайту амалдары берілген. Мен сіздерге тек есептің мәнін жаза кетейін. Бірінші есептің мәні 230-ға тең. Екінші есептің мәні 733-ге тең. Үшінші есептің мәні 745-ге тең. Төртінші есептің мәні 909 мыңға тең. Бесінші есептің мәні 343 мыңға тең. Алтыншында есептің мәні 230 мыңға тең. Өте оңай, дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыздар.